Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы «Мен 8-демін». Бүгінгі сабақта баяу және анық айтылған, жиі қолданылатын сөздерден құралған қарапайым фразалардың мағынасын түсінесің. Мұғалімнің қолдауымен шағын мәтіндегі тәуелдік, жіктік жалғаулы сөздерді ауызша, жазбаша тілде қолданасың. Жаңа сөздерге назар аударайық. Нешедесің? 7-демін, 8-демін, жақсы көремін. Мен 8-демін, мен 7-демін. Сен нешедесің? Оқушылар, жаңа сөздерді сөздік дәптерімізге жазып алайық. Тыңда, қайтала, оқы. Оқушылар, алдымен берілген суретке назар аударайық. Балалар өздері туралы не айтты? Бірге оқиық. Саша: мен 8-демін. Мен 2-ші сыныпта оқимын. Мен спортты жақсы көремін. Әнел: мен 7-демін. Мен 1-ші сыныпта оқимын. Мен қуыршақты жақсы көремін. Анна: мен де 7-демін. Мен 2-ші сыныпта оқимын. Мен қонжықты жақсы көремін. Сөздердің дұрыс айтылуына назар аударайық. 6-дамын, 7-демін. Сен нешедесің? Бірінші тапсырма. Суретке қара, айт. Оқушылар, Әлібек пен Әнелдің нешеде екенін суретке қарап айтамыз. Іске сәт. Тапсырманы бірге тексерейік. Әлібек: мен 7-демін. Әнел: мен 8-демін. Оқушылар, сендердің де жауаптарың осындай болды деген ойдамын. Екінші тапсырма. Сөйлемді толықтырып жаз. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Сөйлемді қалай толықтырып жаздық? Бірге тексерейік. Әлібек: мен 7-демін. Менің 1 арыстаным бар. Әнел: мен 6-дамын. Менің 2 аюым бар. Анна: мен 8-демін. Менің 3 қояным бар. Оқушылар, сендердің де толықтырған сөйлемдерің осындай болды деген ойдамын. Үшінші тапсырма. Суреттің орнына қажетті сөзді қойып айт. Оқушылар, іске сәт. Суреттің орнына қандай сөзді қойып айттық? Бірге тексерейік. Менің 1 қояным бар. Менің 2 қояным бар. Менің 3 қояным бар. Менің 4 қояным бар. Менің 5 қояным бар. Оқушылар, сендердің де тапсырмаларың сәтті орындалды деп сенемін. Кел жаттығайық. Оқушылар, өлеңді бірге оқып жаттығайық. Мен 7-демін. Өсемін, жетілемін. Ұланың мен боламын, қымбатты туған елім. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Баяу және анық айтылған, жиі қолданылатын сөздерден құралған қарапайым фразалардың мағынасын түсіндің. Мұғалімнің қолдауымен шағын мәтіндегі тәуелдік, жіктік жалғаулы сөздерді ауызша, жазбаша тілде қолдандың. Енді бүгінгі сабағымызға бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасаймыз. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болғанына сенімдімін. Үйге тапсырма. 9-шы беттегі 4-ші тапсырма. Достарыңмен сөйлесіңдер. Оқушылар,
Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.